Сәлем достар, қалайсыздар? Жалпы осы видеомызда біз осы Жапонияға келетін және де жоспарлап жүрген студенттер болсын, туристер болсын, сондай адамдарға арнаймыз. Бізді қолдап каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз жалпы сіздер Жапонияға келген кезде алғашқы бір немесе 2 апта бойы қандай жалпы ұйымдастыру іс-шараларын жасауыңыз қажет, сол туралы айтатын боламыз. Ал ендеше бастайық. Кеттік. Жалпы бірінші кезекте, яғни сіздер жалпы Қазақстанда жасалатын жұмыстар, билет алу андай мындай бәрін жасап болғаннан кейін Жапонияға ұшып, аэропортқа қонасыздар. Бірінші кезекте сіздер жаңағыдай сол миграциялық тексерістен өтесіздер. Сіздерге резиденттік карта беру керек, яғни оны жапонша зайрю кадо деп айтады. Егер де сіздер жаңағыдай кішірек аэропорттар болады, сондай аэропорттарға келетін болсаңыздар, сіздер жаңа бір аптаның ішінде өздеріңіздің халыққа қызмет көрсету орталығынан зайрю карттарыңызды алып кетулеріңіз қажет болады. Яғни аэропортта оны бермейді. Ал егер де сіздер Нарита, Ханеда болмаса Кансай деген сияқты үлкен аэропорттарда қонатын болсаңыздар, сізге зайрю картты сол мезетте беретін болады. Мысалы, мен Жапонияға 2017 жылы оқуға келген кезде мен Окинаваға қонған болатынмын. Ол енді кішірек аэропорт. Мен ол кезде білмедім енді ондай шаралар болады екенін. Сосын Окинаваға бардым, мен сертификатын бәрін алып қалдым. Мен енді түсінбедім, бірақ кәдімгідей Окинавадан Осакаға қарай, Кансайға аэропортына қарай ұшып келген болатым. Сол кезде зайрю картты берген жоқ та. Сосын ағайыммен сөйлесіп сөйтіп жатсам, зайрю картыңды алдым ба деп жүрдім. Жоқ, Окинавадан қондым деп айтсам, ой, енді барып жаңағыдай халыққа қызмет көрсету орталығы бар, соңға барып сен зайрю картыңды алу керек боласың деді. Сосын менде енді екінші жұмыс пайда болды. Сол себепті естеріңізде болсын. Егер де барынша Жапонияға келуді жоспарлап жатсаңыздар, сондай үлкен аэропортқа келуге тырысыңыздар. Ол студенттер болса, әрине туристер болса, енді олардың жағдайы басқаша болады. Яғни сіздерге ондай резиденттік карта қажет емес. Ал егер де студенттер болатын болса, болмаса жұмысқа, тағы басқа іс-шаралармен келетін адамдар болса, зайрю карттарды қажет ететін жағдай болса, онда міндетті түрде аэропорттан зайрю карттарыңызды аласыздар. Екінші кезекте, яғни сіздерге байланыс қажет. Wi-Fi болсын, болмаса сим-карта болсын. Оны сіздер аэропорттың өзінен алсаңыздар болады. Бірақ көп жағдайда адамдар Қазақстанда болады ғой, сол кездің өзі онлайн толтырып, сол баратын уақытына дейін дайын болатын жағдайды орналастырып, сондай жасайтын кездерде болады. Бірақ ол үшін сіздер кішкене болса да жапонша білулеріңіз қажет. Бірақ меніңше ол қазір қиындық туғызбайды. Енді әртүрлі аудару платформалары бар ғой, соны қолданып жасасаңыздар болады. Бірақ көп жағдайда аэропорттан болмаса сатып алсаңыздар болады. Болмаса, егер сіздер турист болатын болсаңыздар, онда Pocket Wi-Fi деген бар, алып жүре беретін. Соны онда сатып алсаңыздар болады. Жаңа келетін уақытыңыздың 15 күн бола ма, 7 күн бола ма, 3 ай бола ма, сол уақыт аралықтарды қарастырып, сол Wi-Fi-ды алсаңыздар да болады екен. Яғни келесі кезекте сондай бір шаруаларды бітіргеннен кейін, яғни сіздер аэропорттан өздеріңіздің баратын жерге дейін баруларыңыз қажет. Ол үшін сіздер жаңағыдай пойызға отырасыздар, болмаса таксиге отырам десеңіздер деген өз еркілеріңіз, автобустар да бар. Енді мен қазіргі кезде яғни сіздерге ең қолайлы жолды айтып өткім келеді. Ең оңай және де арзан болатын жол. Яғни ол біріншіден пойыз. Пойызға мінсеңіздер, сіздерге міндетті түрде кэш керек болады. Кэш деген сөз жаңағыдай кәдімгі қолға ұсталатын ақша қажет болады. Онлайн транзакция жасау, яғни пойыздарда кішкене қиындау да, мүмкін еместің қасы ма, енді қиындау. Сол себепті Қазақстанда болған кезде сіздер жаңағыдай міндетті түрде ақшаны ауыстырып алсаңыздар болады. Болмаса аэропортқа келіп, жаңағыдай әртүрлі карта, мысалы мемлекетаралық карталарда болады, сол картаны қолданып сондай кэш шығарып алсаңыздар да болады. Сол пойызбен барсаңыздар болады, болмаса аэропорт лимузин деген сияқты үлкен автобустар болады. Мысалы үлкен жерлерге қатынайтын, мысалы Наритаға болмаса Ханедаға қонатын болсаңыздар, сіздер Йокохамаға келу үшін сіздер сондай лимузин басты, яғни автобусты қолдансаңыздар болады екен. Болмаса басқа жерлерге баратын болсаңыздар да сол автобусты қолданасыздар. Әрине пойызды да қолдануға болады, бірақ пойыз кішкене ұзақ уақыт алады деген сияқты. Бірақ енді шама шартыңызға қарай сондай жолдарды қарастырғаныңыз жөн. Ал таксилер енді кішкене қымбатырақ. Оны өткен видеоларда айтып өткен болатынмын. Таксиді көп адам қолдана бермейді. Енді өте шұғыл сондай бір жағдай болмаса.
Ақшаны жаңа айтып өттім, яғни ақшаны сіздер сол аэропортта болмаса сол Қазақстанда жүріп ақшаны ауыстырып алып келсеңіздер болады. Болмаса аэропорттардың өзінде ақша ауыстыратын жаңа пункттер болады ғой. Ол кішкене қымбат ауыстыруы мүмкін. Сол себепті жаңағыдай егер ақша картаңызда болатын болса, онда андай 7-Eleven әртүрлі комбинелер бар. Сол жерде ATM-дер бар, банкоматтар. Сол жерден ауыстырып шығарып алсаңыздар болады. Кәдімгі минимум комиссиясыз, енді комиссиясы өте аз мөлшерде. Солай шығарып алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін баратын жеріңізге жетіп алғаннан кейін, үйіңізге жетіп алғаннан кейін, әрине сіздер студент болсаңыздар, сол өздеріңізге қарасты халыққа қызмет орталығына барып тіркеліп алуыңыз қажет. Ол үшін сізге қажетті құжат, әрине сізде бар құжатта сол паспортыңыз, зайрю картты алсаңыз, ол картаны алып сол жаққа барып тіркеліп, мекен жайды тіркеп деген сияқты, сосын Жуминхо деп айтады. Жуминхо деген ол сіздің тұратын жеріңіз осы жерде тұрады деген сияқты мекен жайды көрсететін документ, соны алып алсаңыздар болады. Ол себебі сіздерге ары қарайғы процесстерді жасауға көмекші құрал. Сіздер адресті тіркеулеріңіз қажет, өзіңіздің тұратын мекен жайды. Ол 14 келген күннен 14 күннің ішінде бұл жұмыстарды бітіруіңіз қажет екен. Одан кейін сақтандыру, денсаулықты сақтандыруды алып алсаңыздар болады. Себебі ол студенттерге өте арзан болып келеді. Айына шамамен 2000 йеннің айналасында болып келеді. Бірақ ол өте пайдалы, себебі мысалы бір жағдайлар болып қалып, денсаулығыңызда бір мәселе шықса, онда сіздер жергілікті емханаға барып 70% жеңілдікпен емделе аласыздар. Енді мен өзім негізі Жапонияға келген кезде менде ондай сұрайтын адам ондай болмады да. Сөйтіп мен алғашында 1,5 жыл осы жақта болған кезімде мен ондай сақтандыру мүлде менде болмаған ғой. Бірақ Құдай өзі сақтап па, білмеймін, сондай жолым болып, мен ешқандай да дәрігерге көрінетіндей менде қажеттілік болмады. Бірақ егер де қажеттілік болған жағдайда ол өте қымбат болар еді. Сөйтіп мен сол Аянмен танысқаннан кейін ғана сондай бар екен ғой деген сияқты ойлаған болатынмын. Содан бастап әрине біз сақтандыруды ай сайын төлеп сөйтіп тұрамыз. Әрине ол басқаша, мысалы студенттерге ол арзанырақ болатын болса, ал жұмыс жасайтын болсаңыздар, енді ол кішкене қымбатырақ болып келеді. Бірақ негізі ол тұрарлық. Егер де балаңыз болса, тіпті сондай сақтандыруды алып алсаңыздар, тіпті жақсы. Енді бала ол кез келген уақытта ауыруы мүмкін. Одан кейін, яғни келесі кезекте сіз студент болсаңыз, яғни ұзақ уақытқа келетін адам болсаңыз, онда сіздерге банк аккаунт керек болады. Ол не үшін қажет? Мысалы, сіздер жұмыс жасайтын болсаңыздар, біз өткен видеоларда айтқан болатынбыз, егер де сіз студент болатын болсаңыз, онда сізге аптасына 28 сағат жұмыс жасауға мүмкіндік болады, яғни сәйкесінше айлығыңызды алатын сізге карта қажет деген сияқты. Сол картаны жасау үшін сіздер ең алдымен City Hall, яғни халыққа қызмет көрсету орталығынан өтіп, қажетті документтеріңізді алып, My Number деген карт болады, My Number деген. Сол картталардың бәрін, документтеріңіз бәрін жинақтап, сол банкке барып, сіз карта аштырсаңыз да болады. Яғни көп жағдайда, енді мен өзім студент болған кезде, қазір де мысалы менде сол карта бар, Japan Post Bank деген Жапонияның мемлекеттік банкі бар. Сол жерде аштырсаңыз, сізге кэш-карт береді. Кэш-карт деген сөз, яғни сіздер ақшаны шешіп ала алатын карт. Кредит-карт деген де бар, ол да сізге ай сайын қарызға ақша беретін карта деген сияқты. Сондай карталарды аштырып алсаңыздар болады. Енді бұл жерде бір айта кетерлігі, енді менің жағдайымда маған ағайым бірге жүріп, маған көмектескен болатын. Бірақ егер де сіздер енді мысалы халыққа қызмет көрсету орталығына баратын болсаңыздар, сізге әртүрлі ол жақта аударайтын кішкентай аппараттар болады, соны қолданып аударып береді деген сияқты. Бірақ банкке барған кезде кішкене қиындау болады, олар тіпті мүлдем ағылшынша түсінбейтін адамдар да болады. Сол себепті барынша қасыңызға бір жапондық адамды ертіп, көмегін сұрап, осы жұмыстарды бітіріп алғаныңыз жөн, себебі кейін бір мәселе шығып, қиындық тумас үшін. Осыны ескере кетіңіздер. Транспорттық карта керек болады. Яғни сіздер әрине
әркез әр жаңағыдай деншаға пойызға отырған сайын кэшті қолдана берсеңіздер болады әрине, бірақ ол кішкене ыңғайсыз, әлі кішкене қымбатырақ, енді өте мынандай айырмашылық жоқ, бірақ сонда да кішкене қымбатырақ болады. Ал егер де сіздер осы жапондық transportation карттарды қолданатын болсаңыздар, мысалы Pasmo бар, Icoca бар, Suica деген сияқты карталар бар, соны алып алсаңыздар, сіздер тіпті онымен дүкенде де бір зат сатып алсаңыз, соны қолдансаңыз болады. Болмаса vending машиндар болады, жаңа су алатын машиналар. Содан су алсаңыздар, барлық жерде сол Pasmo картты, Suica, Icoca карттарын бәрін қолдана берсеңіздер болады. Тек қана жаңа жол жүруге ғана емес та. Соны ескере кетіңіздер. Оны сіздер әдеттегідей жаңа пойыздың, деншаның, станцияның адамдары болады, сол жерден сатып алсаңыздар болады. Ол қымбат тұрмайды, 500-ден, плюс-минус 500-ден тұрады. Ішіне әркез ақша салып, сол қозғалыс жасауға да мүмкіндік бар. Одан кейін осындай ұйымдастыру шаралары біткеннен кейін, әрине сіздер жаңағыдай студент болып тіл мектебіне келсеңіздер, алғашқы күніңіз жаңағыдай салтанатты түрде қабылдау рәсімі болады. Одан кейін емтихан тапсырасыздар. Кішкене енді кішігірім емтихан, сіздерді әр классқа деңгей бойынша бөлу бойынша сондай емтихан тапсырасыздар деген сияқты. Сондай болады. Ал егер де жұмысқа келсеңіздер, әрине жұмыстың бірінші күні болады деген сияқты, әріптестермен танысу деген сияқты. Осы кезде сіздерге жаңа кішкене ғана жапоншаны айтып өткім келеді, қандай сөздерді қай кезде қолдансаңыздар болады. Себебі сіздер Жапонияда мысалы жапон тілін жетік білмесеңіз де, кішкене ғана жапонша сөйлеп, жапондықтарға сөйтіп сөйлескен күннің өзінде сіздерге кішкене жылы қабақ танытады. Себебі енді құрметтеп тұр деген сияқты сезім болады. Сәлемдесуден бастайық, ең алдымен сіздер таңертең егерде адамдармен сәлемдесетін болсаңыздар, онда охайо гозаимас деп айтасыздар. Охайо гозаимас. Яғни бұл қайырлы таң деген сөз. Ал егерде түсте болмаса жаңа күннің белгілі бір уақыт аралықтарында сондай адамдармен сәлемдесетін болсаңыздар, онда коничива деп айтасыздар. Астына бәрін жазып өтетін боламын, соны есте сақтаңыздар. Одан кейін егерде кешке сәлемдесетін болсаңыздар, қайырлы кеш, оны конбанва деп айтасыздар. Конбанва, яғни қайырлы кеш деген сөз. Одан кейін енді барлықтарыңыз көп адам біледі, рахмет деген сөз бар, яғни ол аригато деп айтады. Мысалы, сіздер достарыңызбен сөйлесетін болсаңыздар, аригато деп айта берсеңіздер болады. Ал егерде мұғалімдерге, болмаса әріптестеріңізге деген сияқты сөйлесетін болсаңыздар, рахмет деп айтсаңыздар, онда аригато гозаимас деп айтасыздар. Сау бол деген, енді көп жағдайда бай-бай деп те айта береді. Сөйтіп айтсаңыздар болады. Болмаса сайонара деген кезде, яғни сіздер бір күннің ішінде, мысалы, сіздер азанда жарайды біз кешке көрсеміз деген кезде, сіздер сайонара қолданбайсыздар. Ол бүгін ғана көрдік, болды, енді көріспейміз, ертең ғана көрсеміз деген кезде ғана сіздер сайонарадан қолдансаңыздар болады. Ал егерде кешке жақын көрсеміз деген сияқты айтылатын болса, онда матане деп айтасыздар. Матане деген сияқты айта берсеңіздер болады. Тағы қандай сөздер бар? Болады, жарайды деген сияқты айтсаңыздар, онда дайджобу деп айтасыздар. Дайджобу. Мынау бола саған деген кезде, болады, жарайды деген сияқты болса, дайджобу. Болмаса біреу қағып кетіп не істеп жатса, дайджобу дайс деген сияқты айтсаңыздар да болады екен. Осы кезде айтпақшы, кешіріңіз деген сияқты формалды түрін айтатын болсаңыздар, онда сумимасен деген сияқты. Тағы да кешірім сұраудың гоменасай деген түрлері де болады. Гоменасай болмаса қысқаша гомен деп айта береді. Жалпы қолданылатын сөздерді жаттап келсеңіздер, әрине нұр үстіне нұр, себебі жапондықтар өте қатты қуанып қалады сіздер жапонша сөйлесеңіздер. Сол бүгінге осы сияқты видеолар қызықты болса, астына тіркеліп, астына комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.